Ұлы дала, байтақ дала. Халқымыздың анасы сенсің. Сен біздің бойымызға аңызға тұрарлық күш тарттың. Көптеген батырлар шекараңды жаулардан талай рет қорғап, есімдерін ұлт тарихында өшпестей ғып қалдырды. Ержүрек жауынгерлер мен мейірімі мол әкелер, қазақ палуандары талайдың таңдайын қақтырған. Әр бала үлгі тұтқан әкесіне ұқсап бақты. Мұндай ішкі күштің кепілі, зұлымдық пен әділетсіздік кеселінен ада қазақ халқының мәдениеті болды. Үлкендерден қазақ күресінің әдіс тәсілдерін үйренген жас жігіт өз үйінің ар намысын қорғап, өз үйін кез келген жаудан қорғаудан қорықпаған ер азамат болып қалыптасатын. Бірнеше онжылдықтар бойы зорлық-зомбылық көрген қазақ халқы мойымайды. Ар намыстың туын жықпай, ілгері қадам баса білді. Себебі батырлардың жанында қашанда қолдап жүретін зайыбы, апа-сіңлілері мен қыздары болды. Мәдениет қалыптасып, қоғам дамып, өз отанына деген махаббат нығая түсті. Күрес әскерді даярлаудың негізгі құралы ретінде ертеден қолданылды. Себебі екі жауынгердің жекпе-жегі шайқастың тағдырын жиі шешетін. Қазақ күресі бұл қатардағы жекпе-жек емес, бұл нағыз философия, жауынгердің шынайы өмір жолы. Өйткені тек ең мықты балуан ғана емес, сонымен қатар ең епті әрі ақылды да жеңіске жетеді. Сондықтан әрбір батыр жаттығуға ден қойып, қарсыласынан мықтары жылдам болуға тырысқан. Белдесу алдындағы төс қағысып сәлемдесу, екі ағайынның кездесуі іспетті. Қазақ күресіндегі қарсыласқа деген құрмет көрсету мәнері көшпелі қазақ халқының дәстүрлі тұрмысына негізделген. Сондықтан балуандар негізінен ұстау, көтеру және лақтыру әдістерін меңгерген. Мұндай техникаларды игерген балуан басқа ережелердің болғанына қарамастан кез келген күрес түрінде оңай жеңіске жетіп отырған. Қазақстанның алғашқы ұлы балуандарының бірі Балуан Шолақ. Балуан Шолақтың оң қолында саусағы болмағанына қарамастан, домбырада асқан шеберлікпен ойнап, күресте дене бітімі өзінен де үлкен әрі қара күші басым жас қарсыластарын жеңе алатын. Қажымұқан Мұңайтпасов қазақ арасынан шыққан тұңғыш кәсіпқой балуан. Күрестен алғашқы әлем чемпионы. Қазақ күресінің техникасын пайдалана білген ол, француз күресінде, дзюдода және джиу-джитсуда жеңіске жеткен. Қара Иван деген лақабатпен танымал болған Қажымұқан елімізге түрлі халықаралық жарыстардан 50-ге жуық медаль әкелді. Соңғы 10 жылдықта әлемде қазақ күресіне деген қызығушылық бірнеше мәрте өсті. Бүгіндері халықаралық жарыстарға төрткүл әлемнің хас шеберлерінің қатысуының арқасында бұл жарыстардың мәртебесі жоғарылай түсуде. Күрестің бірегей ережелері ғана емес, жоғары деңгейдегі ұйымдастыру шаралары да шетелдіктердің көңілін аудартуда. Бұл аталмыш жекпе-жектің болашағы жарқын екенін көрсетеді. Қазақ күресі жылдар өтсе де өзінің ерекшелігінен айырылмаған ұлттық спорт түрі. Біз өз елінің патриоттары ретінде оның дамуына зор үлесімізді қосып, өскелең ұрпаққа оның құндылығы мен артықшылықтарын жеткізуге міндеттіміз. Күрес бұл әркімге қолжетімді спорт түрі. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та жас кезінде күреспен кәсіби деңгейде айналысқан. Елбасының көрсеткен үлгісіне қарап, күрестің тек дене күшін ғана емес, сонымен қатар руханилық, тәртіп пен ержүректілік сияқты қасиеттерді дамытатындығына көз жеткіземіз.
Біз танымалдылығы артқан спорт түрлерінің кейін олимпиадалық спорт түрі мәртебесіне ие болғанын білеміз. Қазақ күресінің бүгінгі танымалдылығы оның ендігі кезекте тек қазақ елінің ғана емес, әлемдік деңгейде таралуын көрсетеді. Бұл бізге алдағы уақытта жаңа олимпиада чемпиондары шығады деп армандауға мүмкіндік береді. Тіпті кәсіби қарсыластардың өзі рухы берік, ұлы дала балуанының еңсесін түсіре алмайды.